жақсы біледі. Кейбір шалда бала-шаға бәрі күледі. Екеду деп таңдалайық, екеду деп таңдалайық, екеду деп күлдейік. Екеду деп таңдалайық, екеду деп таңдалайық, екеду деп күлдейік. Күлді одана, екеду, екеду. Мына сізден екедудің бүгін қонағы, екедуге елдің бәрі қолын соғады. Екедуге таңдалайық, екедуге таңдалайық, екедуге қолын соғайық. Екедуге таңдалайық, екедуге таңдалайық, екедуге қолын соғайық. Екеду! Hayırlı geç Kımbat'ta көрермендер! Kımbat'ta көрермендер, Kımbat'ta көрермендер, Keşbat'ta көрермендер, Tımbat'ta көрермендер, Taŋat'ta көрермендер, Әбеткелді көрермендер. Айнал. Keşbat'tan bәріміз білем, Taŋatқаның де? Taŋatқаның. Ай, бастасайш, достап, бастасайш. Құралбек қызықсың, мен немен бастайым? Қалай немен бастайым? Менде түк жоқ қой. Жоқ алайсың, біз материал жоқ қой, менде концертті бастайтын материал жоқ. Неге материал жоқ? Жоқ, бәке, бұлай ғой. Концертті бастайық десек, бізде материал жоқ. Жоқ дейді. Мынау баста дейді, менде материал жоқ. Материал жоқ? Бәке, болғанда бұлай болды. Мына концертті бастайтын материал жоқ болды. Солай ма? Менен кетіп барады, неге сұрамайсыңдар, материал деген менде бар ғой. О, бәкейде бар ғой. Мұхит, мынау саған ба, материал. Кім Құралбек, мынау саған ба. Бәке, қоя тұр. Алай берсін. Қойдым түскен, беташардан түскен материалды. Мынау саған мінекі. Не ол? Міне. Беташарға дамбал салатын болған ба, не? О, бәке, сенің размерің киіп алсыз, Құралбектің саптары болып жүр. Қой. Не болды? Әке. Жоқ, бәке, сен түсінбедің, мұндай материал емес қой мен. Ондай материал да бар. Сен біліп тұрмын. Қазір. Алтын гүл. Алтын гүл. Қалайсыңдар, жігіттер? Алтын гүл. Кешегі материалдарды жігіттерге таратшы. Материал ма? Әкелдім. Ай, момент. Момент дейді. Момент. Краска. Мә, беталдан краска көріңдер. Щетка. Мә, стерің жоғысыңдар. Валик. Алдыңғы қойыңдар. Осы материал. Сен түсінбедің, менің айтып тұрған мұндай материал емес қой. Мына концертті бастайтын интермедиа сценарий жоқ. Десің бе? Материал жоқ. Оны кім жазады? Қалай кім жазады? Авторлар бар емес пе? Ой, анау жоғарыдағылар қаламақ төлемейді, сосын жерді жазбайды олар. Нұрекең ше. Нұрекең? Нұрекең ел басқарады, сендерге сценарий жазады. Сізбен Нұрлыбек жұбатқанды айтады. Ой. Қатейін. Қойшы, бірдеңе болсын, жаман үйреніп алғансыңдар. Бірдеңе болса Нұрлыбек жұбатқан. Нұрлыбек жұбатқан қашанғы жазады. Кезінде жазды ғой, анау тамашаға 10 жыл бойы көк тиын төлеген жоқ. Әні күліп көргенмен жазды, 5 жыл бойы бір тиын төлеген жоқ. Екеуізге 15 жыл жазып келе жатқанына. Төледіңдер ме? Жоқ, төлемес. Жоқ, енді бұныңа концерт дейсіз? Материал. Анау мынау әншілей бір концерт қоя салайық. Дұрыс? Иә. Анау бәкең кемпір болады, сен томпақ шал боласың, мен әйел боламын, мынау биші алтын гүл әпті. Қоя салайық. Солай ятқалмай ма? Болады, бұл жақта ішін оны. Жігіттер, Нұрекең келе жатыр. Қолында қағазы бар. Қалайсыңдар жігіттер? Керемет. Құмға қонған торғай құсап нағып тұрсыңдар. Концерттер бастайсың? Мен бастап берейін бе? Бастап беріңіз. Қайырлы кеш, қадірменді көрермендер. Концертімізді бастаймыз. Нұрекең қайда кетті? Енді концертті бастап беріңдер. Бастап беріңіз? Қайда қашып? Қалай қашып? Менің міндетім концертті бастап беру. Қош келдіңіздер. Дұрыс. Келдім. Бастаған? Қолыңызда материал ма? Мынау. Жоқ, отчет. Екеду театрының мәдениет басқармасына арналған есебі. Болмады. Қой, бірақ енді концертті бастайық десек, сценарий, материал жоқ.
Жоқ, материал жоқ болса, анау Ақтөбеден Алматыға нағып шаңда. Нұреке ойлап тұрмыз. Анау мынау концерт қоя салайық. Қоя салайық. Ақылдасып тұрмыз да. Анау кемпір болады, томбақшалы болады, әйел болады, болды. Күлдіреміз ғой. Ал материал бар. Бар. Біліп тұрмын. Бірақ бермейін. Сатасың ба не? Ақшам көп пе не сатып? Жоқ, жай айтқаным. Беріңіз. Жарайды, мен жұмбақ жасырамын. Жұмбақты тауып кетсеңдер, материалды беріп кетем, таба алмасаңдар, алып кетем. Келсесіңдер ма? Ақша сұрамасаң болды ғой. Келсеміз ғой. Ал олай болса тыңдаңдар. Қазанға не сыймайды? Қазанға не сыймайды? Қазанға ма? Қазанға бекбол сыймайды. Меніңше қазанға екі бастық сыймайды. Қалауын тапса 10 бастық тасиды. Олай емес. Екі қошқардың басы сыймайды қазанға. Сол қошқардың бастығы емес пе? Не деп тұрсың? Дұрыс емес, таппадыңдар. Таппадыңдар. Ойланыңдар. Қазанға ма? Акарашқы сияды, таба аласыңдар. Қазанның қақпағы. Мынау ғой. Негізі менің аузымның ұшында тұрады. Таба алмадыңдар. Ал енді келесі жұмбақ. Ал тыңдаңдар. Дүние жүзінде 40 миллион адам түнде айналысады. Қалай? Керең. Дүние жүзінде 40 миллион адам түнде айналысады. Жігіттер, мен білем. Беғыз айтпай жатпады, қой. Айтсын қызық болады, Түнгі күзет. Таптың. Көкөтті? Менімше жедел жәрдем. Күндіз адам ауырмайды ма? Ұры! Құры! Менің үстімде тұр. Таба аласыңдар ма? Басеке мен білем. Қой мен қошқар. Өзің қошқар. Таба аласыңдар ма? Таба алмайсыңдар? Дүние жүзінде 40 миллион адам түнде интернеттен айналысады. Интернет. Менің аузымның ішіндегі тілдің ұшында тұр. Ал енді келесі жұмбақ ал. Өз балдарың өздеріңе. Соңғы жұмбақ, табайық. Көзіңді жұмсаң не көресің? Таба алмасаңдар басқа театрға беремін. Мен сізді көремін. Не істеп жүреді екенсіз? Ұшып жүреміз екеуміз. Көзімді жұмсам да көрем сені, махаббат! Балшыққа бат! Мен білем, мен. Ақша! Ақша? Онда көзіңді жұмда миллионер болып жүре бер, таптым. Түс көресің. Түсті мұна елдің бәрі. Иә. Таба алмадың. Бәке дейсің, бәкең манадан бері көзін жұмыпты, бірақ көрмейді. Келтірмеді. Дұрыс айтады, бәкең дұрыс айтады. Көзіңді жұмсаң түк көрмейсіңдер. Материалдарды концерт қоямыз дейді. Қайырлы кеш қадірменді көрермендер, Екезудің жап-жаңа концертіне қош келдіңіздер. Мына өздеріңіз білесіздер, мына өмірде біз сағатты сатып аламыз, бірақ уақытты сатып ала алмаймыз. Дәріханадан дәріні сатып аламыз, бірақ денсаулықты сатып ала алмаймыз. Кассадан Екезудің билетін сатып аламыз, бірақ сіздер күлкіні сатып ала алмайсыздар. Өйткені күлкі өте қымбат тұрады. Күлкі денсаулыққа ең, күлкі адамның өмірін ұзартады. Олай болса, сіздердің рұқсаттарыңызбен концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Театрымыздың сахнасын республика кім сызаға? Сіздердің алдарыңызда түсінбедім ағасы, кімсіз? Әкім? Болмайды ғой балам, үйелмейсің ба? Аға, бұл әкімнің Екезудің концерті қандай қатысы бар? Аға, отырыңыз, орныңыз отырыңыз. Қой балам, ол деген тойға да барады, ол жиналысқа да барады, концертке де барады. Ал келсін, кейін бастайды. Жоқ, енді аға, ол әкім ол жиналыс емес қой. Әкімдер жиналысқа барады. Бұл концерт, орныңызға отырыңыз, концертті жасаймыз. Әкім келсін. Елден ұят болады аға. Балам, болды, айттым, бітті.
Gelsin değil. Ağa oturun. Olmayın, oturmayın. Ay, ne başını koysak? O yerden başına girmeyin bak. Buyur. Buna kızık buldu var. Ağa oturun. Kimle oturan mı? Nege, baymış. Artına kara. Artına kadar değil, artına. Ha, o ne kız? Kaynatan mı? Kaydağı kaynatan. Hakim de soray. Bilmi kayacaktan hakim turap turgan. Hakimin aparatın. Ne olmasını hakimiz, özümüzün hakimiz gelmeyin bak. Kim baştaşınlar o baldarım o. Ulan hakimat emas ko. Ey bizim hakimiz güzel diyeyim bak. Ayıttım bitti bol. Başlamayın da bulmayın. Ya sakal. Hele. Konset bulmaz bize. Bilet aldınız mı? Aldım. Alsanız oturur Oturmayın. Oturmasan çıkıp git nağdısın bari. Meh çıkart. Mene çıkarasın. Buna. Akranda var mı? Sakışmam bak kayak. Akranda. 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 Git. Hey oğlum ne kadar? Yıkı. Bundan da git. Bundan da git. Yıkı da git. Başlamayın. Git. Hani ne? Gittim. Ha. Hay bana. Burasıydan kaynatası oldu. Yok bu nisket. Sen ne istiyorsun bak? Nisket dur. Sen. Hay. Ömürümde әкімді сұраған көрерменді бірінші рет көріп тұрмын. Олай болса концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Жалғызымыз кетті алыс, мен қош айтамын амалсыз жүрегіммен. Көптен жазда өтіп шығар, ойламаймын енді сені, мен қош айтамын амалсыз көңілімнен. Жоқ сенбеймін махаббатқа сезімге алданған бұл жаным жүрегім ай. Жоқ сенбеймін сүйген жаным менімен шатасқан бұл жалғыз көңілім ай. Менің алыс кетсең дағы, айдынымнан көрсең дағы, мен бақытымды гүліңмен күн кешемін. Табындырған талайларды алмағаштай гүлденемін, мен де сәулемін үмітке сенің үшін. Жоқ сенбеймін махаббатқа сезімге алданған бұл жаным жүрегім ай. Жоқ сенбеймін сүйген жаным менімен шатасқан бұл жалғыз көңілім ай. Жоқ сенбеймін бақыттасың басқа мен қайтемін бұл тағдыр өмірім ай. Жоқ сенбеймін үмітіме келіп өкпелі бұл жүрек көңілім ай.
Kaydan bulsun mende, bolsa eger mende, kadırarım kunde. Ay, hoş dengeningizden kelip, kuam kelip, ömür istey almayım ben. Ay, dostlar, ay. Şunu aytsam şaşadım ben. Men de жұмыс жасауым керекті. Men de жұмыс жасауым керек. Қоры жүрмеуім керек. Сол ұшында мен қазір кішкене бір демалып алсам, артынан қараймыз. Кішкене демалып алайын достар. Жұмыс жасау керек. Теңге, қайдан болсын менде. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kapkara bu. Не жатырсыз? Men şaşap жатырмын да, демалып шаршап жатырмын. Әкеңе жатсың ба? Жоқ, қап-қара жерде ғой. Ан жаққа ба? Қақа, ан жаққа ба. Ан жаққа ба. Ан жаққа. Ба. Ба. Ан жаққа. Bah. Toh. Ey, sakallarda politsiya aladi gün bu. Ey dostlar, mаған bәрбіріңіз de. Ana жерде жаттым ne, mına жерде жаттым ne. Жидім палау жидім. Toh, bah. Oh. Құйрығында неге май жоқ? Теңге жоқ қой. Нағып жатсың ба? Демалып жатыр. Нағып жатсың, мен саған демалатын курорт па не? Жоқ, қара жер ғой. Мен саған неше рет айттым, бұларға демалуға болмайды дедім. Білем ғой. Неге келе бересің? Шаршап жүрмін ғой. Неге келе, басқа жер жоқ па не? Анда барып жат. Сіздер қызықсыңдар. Не қызық? Адам жағдайын сұрамайсыңдар. Сенің жағдай маған керек па? Енді керек емес, сіз ішкі қызметкерісің ғой. Сен біздерді қорғауың керек. Сонда мені кім қорғайды? Сені Құдай дейді. Айтып тұрыңдардан. Айтып тұрыңыз дейді. Сіз жағдайымды сұрасаңыз, мен ауырып жатырмын ба? Болмаса шаршап жатырмын ба? Ауырсаң больницаға бар. Болмаса өле жақпын ба? Қартан білесің бе? Өлетін шығар ма? Өлем? Иә. Акиматтан өл деген қағазың бар ма? Акиматтан өл деген справкаң бар ма деймін? Алу керек па? Ереңнің бар ма? Сыйың бар ма? Шөтіп суретің бар ма? Дипломың бар ма? Онда қалай өлесің? Қалай өлесің? Былай өлем. Бергіл мұнда. Бармаймын. Бергіл деймін. Телевизор қарайсың ба? Телевизор жоқ. Радионы оқисың ба? Жоқ. Саяси, сауатсыз, оқымаған. Қалай өлесің? Былай өлем. Қалай өлесің? Документің жоқ. Мұнда бергілсің. Бармаймын. Бергіл деймін да. Бармаймын. Бір рет келсің да. Bir rет тұрасың ба? Білмеймін, өзім беремін. Тұрмын да. Америкада қар жауып жатыр. Австралияда бұршақ жауып жатыр. Қытайдың алмасы құрттап жатыр. Қалай өлесің? Былай өлем. Өлем. Сен өлесің ба, өлмейсің, оны акимат шешеді. Осы жерде тұрады. Документтерің бәрін жина. Сосын рентгенге түсіп кел. Мен өлетінде акимат шеше дегенде. Мен акиматқа арза жаза дегенде. Арза? Досрочно өлуге ұрқсат еткен. Мен ол жаққа өлгенім керек. Қызық таң қалам да бұларға. Бұларға таң қалам мен. Қалай сонда менің өлгеніме Америкада қар жауғанның не қатысы бар? Қытайда алманы шиіп атқанның не қатысы бар? Спокойно өле бермеймін мен. Қызыға енді кім келсе де тұрмайым. Гарантия тұрмайым. Оқатуым керек мен. Тұрдым деп мынау тұрдым.
Не жатыр? Не? Мен демалып жатырмын ғой, демалып дем шығарып. Әкеңмен жаттың ба не? Жоқ дедім, қара жер ғой. Болмайды, ана жаққа бар. Неге? О жаққа барсаң, 4 сурет қояды да, 30-ға 40, 60 ерінен сек. Бар ма? Жоқ. Онда бар. Ана жаққа бар. Бар. Қайда? Онда қалай өлесің? Неге? Неге тартай бересің, Мына темір жол полициясының территориясы. қайсы? Мына біздің территория. Мына жақ біздің территория, былай қарай. Қалалық полицияның территориясы. Ортасын көзіп, сен жатайын. Ана ағаш қосып тұрған. Ана ауламен былай. Былай қарай. Тұрмайды енді. Соз аяғын, қырыңмен жақ. Қырыңмен. Осы, ұзына бойы линияда жата беріңдер. Ағайын туысын бәрін шақыр. Адамға маза бермейді. Құрттаған еш құсап келе береді. Оймерес болды. Бізге қарай не қоя бересіз? Мына біздің темір жол полицияның территориясы ғой. Біз тумамыз ғой. Тума. Сен өзің тума. Өзің лақтырдың ғой бастап. Не лақтырдым мен? Өткенде сендер бізге қара мысық лақтырыпсыңдар өлген. Мысық қой ол. Ол кім айтты саған мысық деп? Ол ана бір дөкейдің мысығы екен. Білесің ба, мысықты өлтірген адамдар әлі таба алмайды. Шетелге қашып кеткен. Маза бермейді адам ғой. Өлем дейді. Осындайды кешірінен ғой мен. Қанша жыл жұмыс жасадым я? Абырой бермейді мен. Мен деген бар ғой. Түсіндің ба? Абырой бермейді. Солай ғой. Тума, ана сенікі неге ұзын? Не ұзын? Шіләңіңді айтам. О ма? Бұнан шіләңгі демейді ғой. Бұнан дубинка дейді. Дубинка. Менікі қап-қысақ, мұнаға. Қаша келдің жұмысқа? Бір ай болды. Бір айда нормально. Анау менде бір айда ондай болған жоқ, қолға іліп қойды, сәлмайсың бетіп жүресің. Анау сен бар ғой, шүкір. ертең өседі әлде де осылар. Қалай өседі? Тоғия мәне ішіне? Жоқ. Енді? Абырой, бедер жинайсың ғой мына. Авторитетің өскенде өлсе ма бұлай? Авторитет келеді. Қайда? Авторитет. Анау әлі шұбатып барады. Одан да ұзындары бар ғой. Менікі қашан өседі? Өседі, қорықпа. Өседі. Ұзарып өседі ғой әлі. Әбет төрт мына қоятайық. Қолың жіберсейші. Қолың жіберсейші, тума, Мына қолың жіберсейші. Мына қолың жіберсейші. Плюс жоқ. Онда өліп қалған. Мен полиция шақырам. Полиция! Мұнда кел. Полиция не сен? Енді. Сен кімсің? Полиция екен ол. Полиция екен. Скорый шақырам. Дәрігер шақыр. Дәрігер шақырма. Мұнда кел. Проблема болады. Керек жоқ. Сен. Территория. Молда шақырам. Проблема болмайды. Таныс молдан бар. Қазір. Нөмір қалай? Алло? Мен ғой, мен. Мен. Мұнда бір свежий товар бар. Жаңа өлтірдік. Өзі оқып қал. Мұнда, вокзалдың алдында. Тез келін, тез. Келе ма? Рағылам, тұма. 6000 теңге, нормально? 4000 маған, 2000 саған.
2000 olay емес. 2000 саған. 2000 маған. 2000 мынаған ба жетесің? Жоқ. 2000 анжаққа, жоғарыға. Қайда? Мынау өседі. Өседі. Өседі ғой сен. Мынау скорыйдан да жылдам ғой. Бізде Алматыда скорый келіп болмайды. Қалай? Протез бөлшек. Мұндай. Не? Оны емес қой. 6000 теңге болды, аласың да кетесің. Кет. Қымбат емес па? Қымбат емес па? 6000 теңге. Қымбат емес па? 2000-ға бере салыңыз. Слишком апарып. Арықтар соғым қосаймайсың ғой сен. Аласың болмайды. Басқа молда. Қазір не көп? Молда көп менде. Молда. Алам деп жатыр. Сен мені көрген жоқ, мен сені көрген жоқ, мен сені көрген жоқ, сені көрген жоқ. Түсінің ғой? Мен сені көріп тұрмын ғой. Сен бізді көрген жоқ. Сен мені... Бізді сен... Ассалаумағалейкумдер. Тағы бір өгілді ғой. Үнің мені? Екеуін шақырған. Ассалаумағалейкум ағай. Не айқай-шу, не бөліс алмай жатсыздар? Мынау не істеп жатыр? Ой, сен кімсің? Не жұмысың бар? Мен осы территорияның молдасымын. Сапыралла. Ой, молда міне? Ол ана территория, мен мына территория. Мына қара, жыстық. Мына қара, мына өзі молда ма, бейші ма? Білмеймін. Күндіз молда, кешке кафелерде билеймін. Қатты бол, шашам кетіп жүрсің, а? Бүткіл позицияны шашып мына жүрді. Деме білейі, бәр кезінде мен де билегім. Не болсын жама? Шашам кетіп. Сіз де бейсіз бәне? Кезінде билегім. Заказдырдық. Ой, заказ сұрайды. Сұртпасам ұшат, қарылғашын бала бағып. О, жақсы болып, үйде жұмыс жоқ, қолым бос. Ол пұрадың, ешкім ұстап тұрған. Жіберсей. Бар. Айырасыңдар, ай. Кімде талыстырмада ел қарасың? Ел қарасың, екеуін кім шақырып екеуін? Айырасың. Сатып алып отырмын. Тұрма, бұлай жасайық. Ана, сенің молдаңда бейші екен, менің молдамда бейші. Жарыстырайық, призмен алып. Жарысқан жасай, мен наличқа ақша беріп отырмын ғой. Честный болады. Неге честный? Мынаны қарайық, тума. Қияли. Оу, қияли. Мұнда кел. Билеп жарысасың ба? Билеймін. Қош. Жарыса бермеш. Ана ағаңмен жарысасың. Менімен. Билейміз ба? Билейміз. Маэстро. Мына бейшара құлақ қой. Құлақ бас, көрдің бе? Бұйырған ана, бұйырған. Шіреген шпал. Мынада да плюс жоқ, екеу бол. Жақсы бол. Шайтанда бір бәлі. Ұсып келе жатқан жақтан ғой. Ұсып келе жатыр, жалп ете қалдым. Отылдың. Картадан ба? Картадан. Бейден отылдың. Неден тұлқын? Болды. Көзіңде фотоаппараттар ойнады. Алып қойды. Айнаны көріп кетші. Біріншіден менің территориям. Екіншіден ұтылып қалдың. Үшіншіден менікі. Мынадан сатып алдым. Кімнен? Бізден сатып алдым. Анау қай жерде? Бөлсем, тума қайда қаштың? Тез кетіп қалды. Тума қайда? Туман тауып алды. Артынан жүгірсеш. Сен жүгір. Кете берейін ба? Кете берейін ба? Сау. Басында отпаға. Бас. Астыңнан көтеріп ұрам. Жоқ өтесің деші. Ойбай, мен төбеңнен бір қойсам бір шеге. Менікі бол? Тепші. Аяғын бұрасың. Кет дегенде итте кетеді ғой. Айналай, баршы. Баршы. Кетпей? Баршы.
Sen kimsin sen? Mama, Barack Obama. Al! Sen kimsin sen? İsos Hristosu kurban bizi. Воскресенье, понедельник, вторник, среда деймін, не қалдың? Түсінбедім, бұлар өліп жатсаң, тыныш қой деді. Жаңағы полицияда молдаға айланып кеткен ба? Қызық. Бұларға мен таң қалам да, таң қалам мен бұларға. Анау менің жерім, мынау менің жерім, менің жерім, менің жерім, менің жерім, менің жерім. Сонда менің жерім қайда? Менің жерім қайда? Кіндік қаным тамып, өніп өскен елім Қазақстан болса, Қазақстан азаматы болсам, қаласам жұмыс жасаймын, қаласам сіздерге ұқсап, маңызды концерттерге барам. Себебі бұл менің өзімнің ата мекенім. Жастың жайрау, көктөкерім, көккөлендей, көп ойлаймын, көккөлем, маңдайымнан сүйіп өткен самалдай, Azadamın abakanau yükselir. Aylar ölsem akam eken, öteyene de zata diken. Üzülürsün rüyasında, imayonay zata diken. Ahın kaymaz, üstü köyüm. Ayağına asılan, biskep olan şaşırmam, bölenmeyen bakıtla, ketbeninin kasından. Asılan, iskep olan
şaşından bölüneyim bakışta Kesbeninen kasından Ayağına asılan İstek olan şaşından bölüneyim bakışta Kesbeninen kasından Kesbeninen kasından Бастаймыз ба? Не істеп жүрсіңдер бастамай? Ең болмаса мына жоқ іздеушілерді отырғызып, бір тірлік қыла берсеңдер қайтеді? Осылар мен жоқта дым істемейді-ау. Дым істемейді. Мыналардың отырсын қараңдар. Ағай, не істеп отырсыз? Жалғыз өзіңіз жалпиып. Бері қарай жинақталып отырсаңыз, ана байғұсқа орын қалдыр. Тегін жерге сенбейсің, бері қарай жүрсің. Міне сөйтпейсіз. Ананың отырсын қараңдар, жалғыз өзі бір мемлекет қой. Ағай, не істеп отырсыз? Ештеңе? Не, солай айдалада жалғыз өзіңіз отыра бересіз ба не? Осы жер удобно ғой. Ағай, сіз телевизорға түсейін деп жатырсыз ғой, камераға сыймай қаласыз ғой. Не сөйтіп сығалап отырасыз ба, не камераның шетінен? Ағай, әлі бағдарлама басталған жоқ, қолыңыз шапалақтамаңыз. Отыр деген жағын отырам ғой. Дайындалып отыра береміз, қолыңыз шапалақтамаңыз деймелі. Басталған жоқ. Сейдің ба камера? Дайындалып отыра береміз. Ағай, ана аяғын жинаңыз енді. Әңгіме жоқ. Ағай дейм, аяғын жинаңыз дейм. Ағай, ана аяғыңызды жинаңыз. Саған айтып отқан жоқ қой, не болсын? Не істеп жүр мына кісі? Сізге айтып жатыр ғой. Неге? Ағай, аяғыңызды жинасаңызшы, сіздің кесіріңізден мына жақта біреу құлап жатыр ғой. Шеріңіз қалып тұрады ма? Енді сөйтіп отырасыз ба не камераға? Жоқ, неге бірсі жинап, бірсі алды отырды? Саған айтқан ғой, мен бақылып. Ағай, қолыңыз шапалақтамаңыз. Жоқ, мына кісіден неге үлгі алып отырмайсыңдар? Қандай мәдениетті отырыс деймін да? Мама, мен ба? Сізді айтам. Ағай, неше рет айтам? Қолыңыз шапалақтай бермеңіз. Қол шапалақтайтын кезде өзім шашымды сол кезде шапалақтайсыз. Шашына қарап отырайық онда бар. Так, дайын болсақ, бастаймыз. Бастайық. Сәлеметсіздер ма, қадірменді телекөрермендер. Біз тауып береміз атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Егер де сіздер аяқ астынан біреу-міреу жоғалтып алған болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар. Біз тауып береміз. Телефонымыз 123456. Телефон конкретный. Жақсы, олай болса біз студия қонақтарымен әңгімемізді бастайық. Аға, кешіріңіз, сіз неге бетіңізді тұмшалап алғансыз, а? Мына кісіге бетін жауып алған? Аузынан жаман иіс шығады. Ағай, неге бетіңіз жауып алған, сіз әлде нинджасыз ба? Шәлелек пауық. Инжан сағына басына камаз киіп отыр. Ағалай бет жоқ қой. Саған, сонда мына бетсіз ба? Әңгіме жоқ. Ағай, сіз сонда бетсіз болсаңыз, біздің бағдарламаға қай бетіңізбен келіп отырсыз? Аяғыммен келдім. Дұрыс, аяқпен келген бетсіз ағай. Сіз сонда не жоғалтып келіп отырсыз? Мен ұятымды жоғалтып алдым. Шапалақтама қайт. Ана қарымда шашып бит жібереді. Саған, сонда мына ұятсыз ба? Ағай, сіз сонда ұятыңызды қалай жоғалтып алып жүрсіз? Конторда жүргенде жоғалтып алдым. Енді сол контордағы ұятыңыз қандай еді, еске түсіріп айтып беріңізші. Конторда ұятым жеңішке, әдемі болды. Қорқы. Сол ана ұят бар кезде күшті еді ғой, айтатын еді. Ана үлкендерге амандас ұят болады дейді, сосын ақша берсе алма, ұят болады. Дұрыс. Сол ұят кетіп қалғаннан кейін анау орнына жұмысқа бір жастар келсе таяқ алып қуамыз, орнына келген врачты балдыздар тығамыз. Ұятым. Мәссаған, мына кісінің жағдайы қиын екен. Құрметті мына кісінің ұяты. Бізді телевизордан көріп отырған болсаңыз, біздің 1-2-3-4-5-6 телефонына хабарласыңызшы. Ал біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Аға, сәлеметсіз ба? Аға, сәлеметсіз ба?
Маған айтып отырсыз ба? Иә, мен әдемі көздеріммен сізге қарап отырмын ғой. Әдемі көздерің айналып бар, өтіп жатқан сияқты. Қаяққа кетті? Айналып жүр ме не? Апай жіберейін. Ағай, сіз сонымен не жоғалтып келіп отырсыз? Мен ба? Иә. Дауысыңды? Сіз сонда әншісіз ба? Жоқ, Жоқ, енді кімсіз? Мен ба? Иә. Депутат. Әнші депутатсыз ба? Жоқ, айналайын, мен әнші депутат емес, мен мына халықтың қалаудысың. Мына халық мен депутат бол деп қалады. Иә. Дауысым жоғалтып алды. Саған ағай, мына халықтың сізге берген адал дауыстарын ба? Вот именно соның кесірінен мен облыстық мәслихаттың отырмай қалып тұрмын. Қалай? Гәршектен құлаған бірдеңе ғой. Гәршектен шалқасынан құлаған. Ағай, сіздің жағдайыңыз қиын екен. Көмек сұрамаса болмас. Көмек сұраш. Құрметті ауданның басшылары, ел ағалары, бізді көріп отырған болсаңыздар, мына кісіге халқының берген адал даусын тауып берулеріңізді өтінеміз. Мен телефон айтып берейін. 1 2 3 4 5 6. Жақсы. Ал біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Ағай, сіз қай жақтан келдіңіз? Ой, мен айттым ғой жаңағы. Ағай, енді сізден басқа да ел бар ғой? Ана кісі айтсын да. Ағай. Галстукпен ойнап отыр. Шақырып жіберіңізші. Ағай, сіз қай жақтан келдіңіз? Үй жақтан? Сонда үй жағыңыз қай жақта? Үй жағыңыз қай жақ? Ұзынағашта? Не? Иә. Ұзынағаш бар ғой? Иә, білем ғой. Кіре берісте жолдың шетінде. Үй тұр ғой, 2 үй. Иә. 2 үйден бұла қарай, 2 үйден бұла қарай шама оңға қарай аласың. Сосын бұла кішкене бұрыласың. Кішкене. Бұла қарай кішкене аласың да. 2 иттің қасынан өтесің. Ештеңе етпес. Иттен қорқпайын. Ағай, қайда кеттіңіз? Бері келіңіз. Мәссаған, жердің түбінде деген көрсетіп сыншан болған еш, барайын деп атқан жоқпын мен. Сені кім апарайын деп? Апармасаң сонда не істегеніңіз? Мұнда кімді іздеп келіп отырсыз? Сен қыз немене тергеп отырсың? Полицияны неге тергеп отырсың? Ай, соны айтамын. Полиция, айналайындар. Полиция неге өзім айтамын ғой. Неге маған неге әрі отыр, бері отыр деп неге маған неге келіп алып ештеңемен ұрысып қояды. Осы сендер емес пе, вообще наглыйсыңдар, аузыңды жапшы. Ұрыспаңыз, енді несіне келіп отырсыз? Бір адам жоғалтып алды. Бағанадан бері соны айтпайсыз ба? Енді ол кім, ол суреті бар ма? Суреті ме? Бәсе, өзіңізге ұқсайды екен, халыққа көрсетейік. Бұл сонда сіздің ініңіз ба? Жоқ. Әлде бауырыңыз ба? Жоқ. Әлде класстасыңыз ба, группаласыңыз ба, досыңыз ба, ағайыңыз ба? Аузын жапшын. Енді кім енді ол? Қылмыскерім. Қылмыскерім, телевизорда іздеген полицияды бірінші рет көрдім. Иә, сонда қалай жоғалтып алып жүрсіз? Қашып кетсің. Туалетке барамын. Иә. Апардым. Содан? Жоқ. Есігін ашып қарап тұрмайсыз ба? Қуасында біреу отырғанда есігін қалайсыз? Содан? Тесіктен салап барамын, қашып кетті. 8 жыл болды әлі жоқ. 8 жыл бойы айқарап жүрсіз ба? Күнге барамын. Мен көріп отырма? Иә, теледидардан сізді көріп отырсыз. Көріп отырсың, албасты қайта. Көріп отырсың қой. Неше жыл өтті жүргенде. Маған беріп отырсың ба? Не берем, мынау киімі төкпейтін бірдеңе бар. Аяқпен басың бірге жүре ме? Сондай бірдеңе. Ағай, енді мына қылмыскеріңіздің аты жөні кім еді? Шипашбек Қалтағағарып. Құрметті Шипашбек Қалтағағарып мырза, бізді көріп отырған болсаңыз, мына кісіге 1 2 3 4 5 6 телефонына хабарласып жолығуыңызды өтінеміз. Сізді сағына күтіп жүр. Құрметті көрермендер және студия қонақтары, ескерте кететін қуанышты жағдай, біздің хабарымызда жоғалған заттарды тауып беретін Тапқышбек дейтін мықты азаматымыз бар. Олай болса, студияда Тапқышбек. Ассалаумалейкум, здравствуйте, Гудинтап Нихау. Қош келдіңіз. Осы арада бір ұятын жоғалтып алды дейма. Мына бетсіз ағай ғой. Сіз бәне ұятыңызды жоғалтып алған? Ұятыңызға ие болмайсыз ба? Тапты ма ұятын? Мәссаған. Табылды. Қандай қуаныш. Мынау ма сіздің ұятыңыз? Мына сіздікі емес пе? Менің ұятым бұл. Мына қайсысы? Сары менікі. Мына ұят менікі.
Al uyatınızı kabuldan. Көмектес. Hop. Kirdi mi uyatın? Ойбай, мына бет жоқтың сен болсам, мына бет табақтай ғой. Соны айтам, беттің бәрі өзінде. Бет деген бар ғой. Аха. Мына халыққа қарайтын бет жоқ еді ғой. Аа. Халыққа өз бетімен қараған жақсы екен ғой, мынау кімнің ұяты? Мынау Сәрсенбайдың ұяты ғой, мынау. Ауылға жол салам деп еді, кептіріп кетті ғой бәрін. Мына. Су жүргіземін деген ана Өтебайдың ұяты ғой. Тастап кеткен ғой. Мынаны тауып алдым мен жақсы. Әбілғалидікі ғой баяғыда. Контордың артында. Рахмет саған. Сосын тағы бір дауысын жоғалтып алды дей ма? Мына депутат ағай ғой байғұс. Сіз бе дауысын жоғалтып алған? Не қарап жүрсіз? Таптың ба? Таптым. Мә, Жақсы болды. 150 дауыс. Ойбай, бұны қаяқтан алдың? Ауылдың жігіттері өртейін деп жатқан жер қап дауыстап алды. Мынау мұғалімдердің дауысы. Ойбай, бұны қайдан алдың? Мектеп директорының складында жатыр. Сосын ауылда бір медсестра қыз бар, соның жалғыз дауысы. Оны да ауруханаға лақтырып кетті. Ой, айналайын. Жете ме? Бақыт қылай. Айтам, сен маған хабарлас, сенің астыңнан ыстық су мен мұздай су шығарып беремін. Неге? Жоқ, мен үйіңнің астынан ыстық су мен мұздай су. Бәсе шошып кетті. Үйіңде газ жоқ па, газ тартып беремін. Газ жоқ? Теміржол вокзалын тартып беру керек. Мен бар ғой, саған бар ғой, баня салып беремін. Күнімен сөйтіп, баня. Мына кісінде ұяты бітейін деген ғой. Соны айтам, ұяттан жүрді. Мына ұяттарды сіз алыңызшы ма? Баня дейді. Айтпақшы ауылда моншашыл. Адам келмей жатыр, әкім реклама жаса дейді. Телевизордан жақсы. Құрметті ауылдастар, ауылда монша ашылды. Моншаға шомылу 300 теңге, тесіктен сығалап тұру 600 теңге. Моншаға келіңіздер, шомылыңыздар, сығалаңыздар. Сосын кімде тіл жоқ? Тілдеріңіз бар ма? Бар. Бар. Ай, ондай тіл емес. Қазақ тілі. Мен де бір сомға қазақ тілі тауып алдым. Бізде ана жақта қазақ тілін білмейтіндер көп. Апар тарап берейін жігіттерге. Ішінде салт дәстүр бар қазақ тілі. Ішінде тойы бар ма? Тарат бәрін. Депутатқа бер бәрін. Бәрін тарат, дәстүрдің бәрін. Дәстүрді бермейтіндегі тарат. Сосын әтіркүл мен келесі бағдарламада болмаймын. Қайда кетті? Бір өмірі ақша жеп шетелге қашып кетсей ма? Соны деп қайтамын. Соңғы. Тіліңе айдақар жұмыр қаласың. Деген екен Абай Жабаев. Жабай Абаев. Жақсы, мен кеттім. Чауа. Братишка. Не? Мен заказым қайда? Қандай заказ? Мен заказ бердім мына қызға. Тербеп тұрой? Шипашбек қасаға қарып. Шико. Шиконы таптым. Қайда? Шико. Қайда? Студио. Қайда? Студио. Олай болса студиядан Шипашбек қасаға қарып. Қылмыскерім. Қайда жүрсің? Қарағандыда. О яқтан ағырсың айналайын-ау. Побегте. Хабарласпайсың ба? Телефон жоқ. Сенің 8 жыл өтіп жүргенің бе? Білем. Сенің кезіңі бесін алдымен емес, бәрі сен бе? Білем. Жақсы болды енді. Анау сиыр бір ғой саған ілген? Иә. Сол табылды. Қой? Қой. Қашар, бәрі табылды. Табылды ма? Айттым ғой, мен емес деймін ғой. Ішке барамыз. Ұста, анан. Орындықты ұста деймін саған. Рахмет ағза. Құрметті көрермендер, біз әрине қуаныштымыз. Олай болса, осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Қонақтар, сау болыңыздар. Бітті, сау болыңыздар. Айналайын. Сен маған хабарлаш. Сенің астыңнан ыстық су мен мұздай су шығарып беремін. Неге? Үйіңнің астынан ыстық су мен мұздай су шығарып беремін. Жуынатып болдым. Үйіңнің алдына орман салып беремін, орман. Ит бәрін жіберемін. Бәрі айналайын, сен хабарласың маған. Құлаққа тебет байқа. Айналайын, сен хабарлас, шынымен хабарлас маған. Астыңа барып машина беремін, рафтыштері не бәді. Ағай, байытым болдым ғой. Хабарласам жақсы болды. Аяқ астынан байытым болдым мен. Камераларын көндірдер ма? Болды, қайтамыз. Жоқ іздеушілерден басыңыз бәле қалды. Саламатсыз. Не істедіңіз? Іздеп келіп едім ғой. Айналайын-ау, іздейтін бағдарлама бітіп қалды ғой. Жоқ, мен сізді іздеп келдім. Мені де іздейтін адамдар бар екен ғой.
берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін, келген жылдар қосылған екі жаққа, бақытың мен байлығын Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, жігіттер. Мына қазіргі заманда барлық адамдар қысқа нұсқа заттарды жақсы көреді екен. Ей, не қылып тұрсың? Менің әйеліме қысқа нұсқа заттар ұнамайды. Ал менің әйеліме? Бәрібір. Жігіттер, не айтып тұрсыңдар? Айлығымыз едеміз. Қысқа әрі нұсқа. Олай болса, біздің жалақымыз секілді қысқа нұсқа әзіздерімізді Аламызда! Тамашалаймыз телевизиялық бағдарламадан үзінді. Мен Үндістан азаматымын, Қазақстаннан хром сорып жатырмын. Мен Қытай азаматы. Қазақстанның газын сорбадым. Азаматым, қазақтың ойын сорбадым. Темірсің ғой бұл шын. Ал мен Қазақстанның азаматшасымын. Қазақстанда соратын ештеңе қалмаған соң, чупа-чуп сорып жүрмін. Тамашалаймыз қазіргі заманға айтыс. Ой бәрекелді, олай болса алдарыңызға айтыскер ақындарымызды шақыруға рұқсат етіңіздер. Айтыскер ақынымыз Бекбол Тәтебаев. Бекболмен айтысатын айтыскер ақынымыз Құралбек Құрманғалиев. Домбыраң қайда? Домбыраң ұмытып кетті, кешіріңіз. Олай болса айтыстан. Ау қазірдей арамыздай батырлар көп. Ой бәрекелді. Шенеуніктер параны алып жатыр. Жатырған жоқ. Азық түлік күннен күнге қымбаттап бара жатырған жоқ. Студенттер дипломмен жұмыссыз жүрген жоқ, бәрі жақсы. Құрметті айтыскер ақындар, анау мынаудан аулақ болайық. Ал Құреке, кезек өзіңізде. Бір жақсылап жырлап жіберіңізші. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Шабыс келіп жатыр. Hayla lila lilayım, 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 hayla lila lilayım. Керемет айтты. Не деген сөз? Жүректен шыққан сөздер ғой. Керемет айтты. Құрекеңе шапалақ ұрып қойыңыздар. Айтқанда осылай ету керек қой. Сіздерге сөздерін табыстауға рұқсат етіңіздер. Құреке, сізге әділқазылардың шешімі бойынша автокөлік машинаның кілті. Сізді де құр қол жібермейміз. Сізге де автокөлік машинаның кілті. Адам күнделікті пайдаланатын тағамды ақша ретінде алса, олай болса таңға ас ішу қарапайым жанұя. Алтын гүл. Үйде қандай тамақтар бар? Үйде кастрөлде күннен қалған тиында картон жылып берейін ба? Дәл осы жақ шенеуніктер жанұясында. Жаным, мен саған таңғы асқа теңге пісіп қойдым. Түскі асқа не пісіреді? Доллар ма, евро ма? Доллар сөйлесеңізші. Евро кешке жеймін, өйткені асқазан алып қорып қойып жүр. Менде ішкен жегенді кейін қарай пісіратын дәрі бар? Қандай дәрі? Кинполиция. Миниатюра жезөкше орындық. Егер бастықтың орнына монша жағатын адам отырса, кризистен қалай құтыламыз екен? Кризистен қалай құтыласыздар? Кризис дегеннің өзі кірді ел ас деген сөзден шыққан. Моншаға көп бару керек, сонда кризистен құтыласыздар. Ал егер қасапшы, яғни ет шабатын адам бастықтың орнына отырса, кризистен қалай құтыламыз екен? Қалай құтыласыздар кризистен? Ол үшін ана көшеде маңырап, мөңіреп жүргендерді ұстап алып қою керек оларды. Жағын айыру керек, шын қағу керек. Сонда кризистен құтыласыздар. Ал егер өнер адамы бастықтың орнына отырса, кризистен қалай құтыламыз екен? Кризистен қалай құтыламыз? Ол үшін мына қазақтар тек қана той жасау керек.
той жасау керек, сонда ғана кризистен құтыласыздар. Бәрекелді! Кешке келген ағайындар, көңілде ән сарайым бар, әзіл түйір талайым бар, екеуіңде қош келдің. Шуақ шашқан ақтаңым бар, екеуіңден бақтабыңдар, шалықтаңдар, шаттаныңдар, қуаныңдар, күліңдер. Бізден келдік, қазағыңдар, сандыңдар, қамсаныңдар, қошеметтен, қол соғыңдар, қолдаңыздар, біздерге келдік. Қамсаныңдар, сандалыңдар, қамсаныңдар, қошеметтен, қол соғыңдар, қолдаңыздар, біздерге. Міне біздер бүгін келдік тағы, айтылуда әзіл қалдың бәрі. Той қазақтың қазынасы сәні, күзіп аттың қазағымның таңы. Байлығымыз әзіл қалдың, жоламасын қайғы. Азаймасын, ортаймасын, қазағымда күлкі. Azaymasın, ortaymasın, қазағыңда күлкі. Көктем және көтерде, күлкі сыйлар иттерге, мол әзілді арқалап, қайтер келді сіздерге. Біз қазақтың ұлымыз, жоқ жасырын сырымыз, арналады сіздерге әңгімені жырымыз. Кіш алмасын көңілді, шартың еді төгілді, ешқашанда мұңайма, күліп өтсін өмірді. Кіш алмасын көңілді, шартың еді төгілді, ешқашанда мұңайма, күліп өтсін өмірді. Ешқашанда мұңайма, күліп өтсін өмірді. Ешқашанда мұңайма, күліп өтсін өмірді. Қуаныштан басқа бақайда, жүректерің жарды жақтай ма? Шапағат қайда, шапағат қайда, ағайындар шапалақ қайда? Шуақ шашып күліңдір бүгін, жақсалықтың әліңдір жүгін. Күліңдір бүгін, күліңдір бүгін, көктем болып жүріңдір бүгін. Күлкі өнердеріңі, күлкіден соғады халық жүрегі. Күлкі өнердеріңі, күлкіден соғады халық жүрегі. Шапалақ қайда? Шапалақ қайда? Шапалақ қайда? Ағайындар шапалақ қайда? Шапалақ қайда? Бәрекелді, бәрекелді. Рахмет осыған шапалақ құрметке. Жынды концерт болып жатыр ғой, жаман. Жаман жынды болып жатыр ғой. Күдерсіздер ғой. Жынды дейді сөзді түсініп өстір ау дейм, ә? Қазір жастар солай сөйлейтін болды ғой. Тойды жынды өтті дейді ғой. Тойды бір жынды асаба басқарды дейді. Болмаса ана әріп жынды екен деп айтады ғой. Қазір бұлай айтқан әсер етпейді. Мынау дейді сондай керемет еңбек сіңірген жақсы әртіс деп айтшы. Онда әсер етпейді. Керісінше
мынау дейтін жынды әркітіш таң қалады. Шошиды. Қой, жынды ма деп сұрайды. Жынды ма? Жынды? Сосын жындымен барып суретке түседі. Автограф алады. Сонда мынау біздің қазақтың деймін. Мынау өте жақсы, керемет, тамаша деген сөздер қайда? Ол сөздерді жаңағы жынды сияқты ауыр сөздер басқалады. Енді осындай бір концерттен Алматыға осы бір келгенімізде концерт басталайын деп жатса бір жас бала деп бізге айтады, қазір көресіңдер дейді, концерттің ортасында Мейрамбек Беспаев шығады. Білеміз деп, білсеңдер сол Мейрамбек дейтін бар ғой, домбыраны жейді ғой дейді. Қалай? Жаман жейді. Басынан бастайды, аяқтарын жеп қояды. Сосын ойлады, Мейрамбек домбыра жеуге шыққан болды ғой енді. Өлең айтылды ғой. Концерт басталып кетті. Мейрамбек орда сахнаға шығып өлең бастады ғой. Керемет айтты. Орындады. Онан соң кетіп қалды. Сол жерде барып тұрды. Жаңағы жейді деген сөз, жаңағы домбырамен керемет өлең айтады деген екен ғой. Көрдіңіз, жейді деген сөз тағы да басып алды. Енді осындай мынау тағы да бір әңгіме жастардың арасында тараған. Ол мынау қазір былай сөйлейді, мына қолды бүйтіп 3 мүйізін жасап алады, екі жақ 6 мүйіз қылып алады, кеудені керіп тұрады, отырып бұлай, қолды ұшып кеткен. Айырам. Жыртам. Айырып жібереді, деп қояды. Папасына келіп айтады, папа, кеше біз футбол ойнадық қой, 9-шы класспен, айырып жібердік дейді. Папасы мәз, ой, молодец. Жырттыңдар ма? Жырттыңдар, айырасыңдар ғой сендер деп басынан шықпайды. Сонда мына біздің қазақтың 30 жеңіс деген сөздер қайда? Ол сөздерді жаңағы айырам, жыртам деген сөздер басылады. Енді тағы да осындай бір әңгіме. Мынау осы гастрольдік сапармен өзіміздің Ақтөбеден, өзіміздің машина көлігімізбен кәдімгідей ауылды аралап келе жатырмыз. Жерді аралап. Одан енді Алматыға қарай келе жатырмыз қой. Шымкентте концерт болды жаңағы. Одан жаңағы ертең бұйырса Алматыға қарай жүреміз деп әңгімемізді айтып жатсақ, бір қарындасымыз келіп айтады, қуанып жүр. Сіздер Алматыға жол жүріп бара жатсыздар ма? Иә, машиналарыңызда орын бар ма? Ой, мен бір-екі адамға ауысып, ой, жақсы болды. Алматыға баратын болсаңыздар, сіздер мені жолда Түлкібастан лақтырып кетіңізші дейді. Қалай лақтырып кетті? Алматыға барасыздар ғой. Сонда мен жолда Түлкібастан лақтырып кетсеңіздер болды дейді. Сосын біз айттық, қой жоқ, лақтырмаймыз. Жеткізіп тастаймыз ғой. Жоқ, лақтырып кеткен болды аға. Өзім ары қарай кетемін дейді. Жеткізіп тасташ деген сөзімізді лақтырып кетші дейді сөз басылады. Тағы да бір осындай, ауылға барамыз, өнер адам болмас, жер-жерде жүреміз ғой. Той жүргіземіз кейде, бір ауылға барып той жүргізіп айтып, арасында үзіліс болып. Далаға шығып, таза жерде тұрсақ, бір оқушы бала келді. Маған айтады, аға дейді, сіз картопсыз дейді. Қалай картопсыз? Мә, картопты жарады екенсіз деп қоямын. Сосын, ой, өзім картоп жарып, тамақты астырып жейсің ғой, ашып, қуырып. Ана ағашты жарады деді. Мә, тағы да картопты жардыңыз аға деп қоямын. Түсінбедім. Содан соң, дедім, картопты жарасың деген сөз жаңағы қазақтың айтқыш әпенді деген сөз екен. Көрдіңіздер ме? Сонда бұл 3 қайнаса сорпасы қосылмайтын картоп сөзі мына жаңағы сөз басып алды ғой. Қазір өзі басуға болып кетті. Мынау ағайын айтайын дегенім, өзіміздің қазақтың орынды сөздері, орынсыз сөздің астында басылып алып жатыр. Бұл әңгіме монологтың өзі басып алу деп айтылады сондықтан. Ал енді ағайын, орынды сөздерім орынды сөздің астында басылып қалмасын. Мен көп картопты жармай ақ қояйын. Әрмен қарай жынды концертімізді жалғастырайық. Рахмет. Korkutunuzlar mı? Az var. Senin atıyı bağışlıkın böyle. Şaşırtmasın. Yeni şey kurtulun bizim. Yeni başka avladım yok. Öldüğü bozda bu tıkıydı. Öldüğü bozda. Hem istek bozda bu tıkıydı. Konaklar gelmedi tıkıydı. Çay bulur tıkıydı. Çay koyuyor. Tamaklıydın demedim. Ben kalat deyip orama karışmadım. Benim başladım yok yok. Öldüğü bozda miyçaklayamadım. Hem istek bozda bu deskip şaşırıyor. Beraber bize de bu deskip şaşırıyor. Karamadı o kim var, niye var? Aşık kırıyor. Buna geçtik. Kardeşken işlerini kurup, sorup gidiyor. Ben öyle etmedim, avudumdan geçtik, oldu bu. Köşenin mürabeti geçtik. Mazak biti geçtik. Koranın ağzını geçtik. Mallar sözü köpüz öyle.
басқа емес. Мен ойлайтын бір еркектің екі әйелі болады деген херес еді. Ал енді бір жұмысшының екі бастығы бар деген кім сенеді? Мен екі бастығым бар. Томпақ пен сопақ. Комиссия келеді. Дайын ба ескеріп шығайын? Дайын ғой. Қайда? Міне. Мынау ескершін. Енді. Мынау не аяғы аспаннан жатыр. Тұрғыз. Мынау жарты ғой. Жарты жасамақ. Қашан жазап бітіреді? Қашан жазап бітіреді? Саша айтты бітірем дейді. Саша айтты бітіреді. Сашаң бар болсын мына несі көше магазинге қарап қойды. Көшеге қарап. Сендерге бір жұмыс тапсырса. Мына кімнің бұты? Ешкімнің бұты емес. Батырдың бұты ба? Мынандай батырдың бұты бола ма? Енді өздерің айтқандары мен жасадым. Менің әкем. Қазақта деген Қобыланды деген батыр болған. Алпамыс деген батыр болған. Мынау сонау батырдың бұты. Мен жасадым екен. Мен әкелдім. Мен жаздым қанша? Менің жаздым қанша? Мен жаздым қанша? Сен не деп тұрсың маған? Мысыға қайда? Алдында тұр. Орнаға тұр. Сендер менің алдыма емес, мына өзінің алдына қой. Соны сен білесің бе, қазақта деген көтер. Мылтық деген жеті қазықтың бірі. Сенің бірі? Жеті қазық. Жеті қазына де? Жеті қазына. Ана бір қойды. Қой солай. Сендер деген бір жұмыс тапсырса, ана бір-бірі қатып пеймаудың жіктері, бірін-бірін ат ұстап жүр. Мұнда ғой, мен жаққа. Мұны жаққа ғой. Болды. Маймаң нағыз керейді. Осы ара тұрсын. Комиссия кереді, мылтықты көреді, мені көреді, сосын сен тағы ішіп алған емессің ба? Ой, ішкі жоқ. Жігіттерге ішке батыр жауап. Мәдениетінің мұна музыканттар. Ой, ішкі жоқ. Қосыл болып келсе ішкісіндір. Еш шық тұр. Не білесің? 9-дан кейін болады. Кім айтты саған 9-дан кейін болады, да? Кім айтты дейді? Ажеке 9-дан кейін бар ғой? Иықтағы екі періште ұйықтайды ғой. Сенден білмейтіктерімді ғана сенесің бәрін тап. Шыны ғой? Қаққа бәсеке. Қайсыны қымды? Мен тексерем қазір. 9-дан кейін ұйықтайды, нешеде тұрады? Періштелерім? Дайын. Өзің сеніші ғой, тұрмайды. Неге тұрмай, жата береме тапсыз көдейін, сұрақ. Дайын. Малдармен бірге шаттың атыз, алып жатыр. Мен yoğun gül. Arkadaşım yoğun gül. Ne güzel. Bu belli mi temizlik? Fazla kaçtığını şey. Çok iyi. Zindan da kaynak çıkıydı. Çıkıydı. Halkın kanı üstsüz. Buna yeşil. Bir. Halk mücadele olsun. Atı çıkmayın abi. Yeşil çıkma. Buram yeşil çıkma. Hayatının bu kadar yeşil çıkma. Hayvanlarda da yeşil yok mu? Kazaklı batıları bilirsin de, at kamını çalda şapkan koydu. At kamını şapkan adamı burada. Bıcık şapkanda. Böyle karışık basın kızı buna koydu. Dört koyalım ya. Burada bakın. Buna at kamını şapkan da ya. Kosayı burada bıcık. Kosayı şapkan Komisyonu sizin hükümetinizde Kosayak'ta şapkan vardır koydu. Siz bilirsiniz mi bakalım? Gruziyindir mortlu gönül. Nehirler mortlu gönül. Kazaklar mortlu gönül. Orada bir şey durur mu? Madem düştü. Hadi edin. Ne bileyim mi? Üstü sarı, astı kara değil mi? Sakın Allah'ım mı? Sakın. Tutun cevazcatın mı? Benim kul ayağını çıkar. Kalmasın aslasını. Git bana. Git. Ha? Neyse komisyonu hükümetinizde. Yine
ең болмаса киімді жөндеш. Киімде ақша болды ғой, миллионда киім қайда? Миллионда киім ақша ба? Қайда? Тіге батыр? Қашанда? Бас киім қайда? Басы жоқ тіпті. Бәрі бар, бәрі жасабады. Қолын, басын, адам жоқ қойында. Әйелі бәрі жасабады. Болмаса қайда? Былтыр жасап дедік қой. Былтыр жоқ қой. Былтыр анда ғой. Қайда? Аняқа ғой. Жеті қаздан бірді біле қойды. Неше қазда болса да айта қарайда бар. Айта қазда ұмытып қояды. Қой деді ғой. Еске түсіп басты деп қойды. Кім қойды саған? Басты? Кім басты? Бірінші басты. Мен саған кім? Екінші басты. Сенің әйелің жұмыс қалған кім? Сен? От, алып бермеді. Алып бер! Екінші басты, бірінші басты. Сен әйелің. Бірақ, бұл жаққа қойдыш. Бұл жаққа қой. Өзім жаққа қойдыш. Осы жаққа жақсы көрінеді. Ал келмейді, дұмы білмейсің де ғой жағдай. Ана айдап көтеріп, комиссияға қойып айтып. Жақсы қой, ал келмейді, тұрған иә. Ол саған не керек? Одан да бұтын жеп отыршы. Ал келмейді. Кеше маған бұтық аяқтан кешеден бі? Абзатын батырдың бәрі сен сияқты кесіп бұл ұрып. Ақша біледі, көрдіңді ме? Ақша біледі, үйлендіп. Маған түк жоқ. Алатын уникатын дейді. Бала шағанда жайып болды. Киім, ақша біледі, киім дейді. Киімін қайда? Қайда киім? Миллион теңгем қайда? Ол маған емес оқым, мен саған. Мұна қылып кейдік бе, бар қылып. Кешен ақының ескер шашып, оған бір кәсіп шалы бар ме? Одан кейін қойшының ескер шашып, оған бірдің көйлек пұл пайеті бәрін берді. Саған не береді? Амазон өзім кейін береді. Себатқан наннан аяғын демейді. Кересінде де мөлейіп тұрады. Как өтім есен әке шешелер өтеді. Үйге барсам бала шағана кейіндер, тұрысқа кетіп сендер кейіндер. Ешкімде бәрі менің размерім. Қомпақтың размері неге болмайды? Кел. Яқтың пардан өзі көздерді. Бәрі сіздерге кейді, құйын кейді. Басқа кейді жоқ еді. Осылай үйге барсам қатын көргенде ескі шашқылар. Менің фигурамнан ауымайды ғой. Бағандарам жасағандай. Қашаша! Ақпатаяқ ношқа деп қоймайды. Біздің шалымыз бітіп? Кейбір! Аяқ бітіп! Аяқ бітіп! Айтуға бергілі. Ескерткіш спис айтacağım. Bir tona семент кетті, 5 шелек краска, 25 метр мата кетті дейді. Бергіл, қолымды қойып бер. Тоқой дейді. Не мөлейттір? Тағы да ішіп алдыңдар не? Тоқой дейді. Күсейін. Керексің бе дейді.
Toqi. Ау, шалбарыңды көтер. Көтер шалбарыңды. Сен тағы да шыдадың ба? Жоқ. Көтерді мен саған шалбарыңды. Мен саған көтердім деп шалбарыңды. Көтер бардың? Сен көтерме жоқсың, көтерді мен саған шалбарыңды. Сен арқаға бармайды қолды. Қолың жоққа барғын. Бармайды, құтты тоқтады, қайға барады. Басыма келген ғой. Жақанса көтердім ғой мен саған. Қолды тоқтады. Қолды бір құттың өмне келмей. Енді сенің шалбарларды бұна біз көтереміз ба? Тоқи. Не? Сен ба ел келшімен алма. Екеумізді. Сенеден балға ұлтады. Өзі көйті көтер деген. Шөл! Көтер мұна. Мұна ұлын. Бәлде таптадан шылжырай. Сендер жағара кейін жүр. Бұна ескеріші ма? Бәлде керемет қой. Дергемізде. Үспенде дечеміз. Болды қолында өжбет. Онап тұр бәлде кәсі ба? Керемет қой мұна. Керемет. Мұлта қойды. Мен саған мұнда қойдым. Ане қойды? Кім қойды? Қойды сөйеқа. Кім қойды дәнді? Бастық. Кім бастық? Екінші бас, мен кіммін саған? Бірінші бас, сен жұмыс қалған кім? Сен орна қойды. Сен деп. Болды. О, міне. Комиссия келіп, мықты көріп, мен ескіз мөлік келемін. Әке болды. Тасақ кел. Аржақ, аяғына тоғырақ салып, айнап жүрген. Сен қашан құтып жүрмейсің? Ай, келемін. Керемет көкейін деп қойып. Міне барлығы ғой. Осы мен саған сені қойды қойып. Осы жүрсің ғой, комиссия керек қылып. Ал енді қазір, бұна. Міне, мотор қайда бұл? Мотор қайда? Ана қой. Аяқ қой. Айданаға бір қой беріп те, неде бір қойшы, қойды тұрғы бас. Кім бас? Бір екі бас. Сен әйелің жұмыс қалған ғой. Аттар. Мен жаққа қой, мен жаққа қой. Кеп бас комиссия кеп. Тоқи. Жұмыс қалған кім сен? Орна қой деді. Тоқи, әйел. Әйел. Тоқи, жұмыс. Жұмыс. Әйел. Жаған жұмыс керек па, әйел керек па? Жұмыс керек па? Әйел. Әйел керек қойса. Жұмыс. Әйел. Жұмыс. Әйел. Жұмыс. Әйел дедім ғой. Жұмыс дедім ғой. Әйел. Қақында берді. Ат берейін ұстады. Кешіре көр дейді. Қалай екен, адамды қуыру жеген. Құда бейттеген. Құда бара қапты ба? Құлмай. Бейттеніне байсынесінде ба? Халыққа десіңізді берді. Халықтың қамын ойлап атыр қой. Халық қан өлемізді ба? Халық қан ішіміз. Қоймай, өзің ашып халыққа деген одан жағдай жасамайсыңдар, халыққа деген үй салмайсыңдар. Жағдай жасап. Мен үй салып келейін. Салып шаған. Жастар келдір. Нефромен ауылға. Нефромен сәкілер. Атасын басын оқиды. Жұмыс жоқ. Өздерін отырмаған. Пенсияға шыққан әйелдер. Өздері біледі ғой. Жастарға үйлен, халықтың саны көбейді дейді. Үйленеді. Ақыласын үй қайда? Тұрады үй қайда? Ой, бай, жаңғырам дейді. Өздерің сәтпен жем қорғылы келе ма? Құшақта беріңді. Құшақтамыз. Әрберге қара. Бер қара. Әрберге қара көз жоқын баға бер. Құпай айналайды. Айналма. Тек ол акиматтың аты көреді. Акиматтың аты. Ескіріш бар. Біреуің бал ба? Біреуің орақты. Комиссарымды күтіп қойда. Бос дейін деп тұрады. Айналайды. Тоқыржан, қалыпқа керекпіз. Айналайды.
Ойбай, біздің жер жоқ дегенде мынау. Екі әжем ұрысып өліп, көлеңкеде әңгіменен соғып отырса, біріншісі екіншісін айтады дейді, ойбай, құда өстің бе? Мына тастың бойында аударып бір атымыз өлтіріп жатқан көрмек десе, екіншісі шошып кетті. Ойбай, дейді, ішінде адамдар бар ма екен десе, жоқ, адамдар жоқ, мен әрсізге деп айтты. Әрсіз көрмейтін жер жоқ дейді. Мынау әрсіз деген бұл арғы жет бар еді. Жаңағы бұл деген әдісіміз бір тойды басқарып өтіп баратқан официантқа айта салған қарындас енді қарным ашып кетті маған тамақ берші жаңағы официант жанайын көзбен қарап тұрып айтады дейді тұра тұршы әуелі адамдарға беріп мына сахнада бұл концерттің де түрі болып жатады көрермен оны әртүрлі қабылдайды бізде былайға шыққан көрермен деген өзі бір қызық қой қазақ көрермендер өзі тесіктен қарайды есіктен қарайды төбеден әйтеуір кішкене не кесіп қалса соны бір ауыл жеріміз бар өзіміз білеміз мынау ақтөбеде ауылдық жерде барамыз басында ауылға барып тұрайық деп барып концерт қояды сонда бір ауылда бір жеңгеміз бар 4-5 баласын ертіп келіпті бізге сол ойнаңдар деп қызық көріңдер кішкентай баласы 15 кило қояйық аяғымен тербетіп барып қайтты сондай көрермендеріміз бар ал енді мен қазір мына сахнада да бір концерттің түрі болып жатады драма да болады сахнада комедия да болады енді неше түрлі концерт болады ғой енді бұл отырған бір көрермен әртүрлі қабылдайды мен соған пародия жасап берейін ал сіздер тамашалаңыздар Ağlamadan ot tekinsin, sen almadan çok tekinsin. Gönlümün fermadında var tekinsin, çok tekinsin. Kınım desin, kın desenim, ayın bulatın dedenim. Aramızda çok sadalkan, çeviririz sana. Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағат таппай қалып нанардай жүректің нәрсе мәніндей ерліктің бірден мені білмайсың жүргендер Mingi akşaylar, çay yoramaz bozmaylar. Günlerdir uyduylar, uyduylar. Mingi akşaylar, çay yoramaz bozmaylar. Günlerdir uyduylar, uyduylar.
өткен шабыт фестивалдарының гран-при иегері Эдуард Ұлтқа театры. Біздің әртістерімізбен танысуыңызды. Елдің бәрі текезуді жақсы біледі. Кейбір шалда бала-шаға бәрі күледі. Екезу деп таңғалайық, екезу деп таңғалайық, екезу деп таңғалайық, екезу деп таңғалайық, екезу деп бейдеп. Күлгі отана, екезу! Екезу!